Баршаларыңызға қайырлы күн, сіздермен Төлеуқұл Айзат, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жылдам дайындалатын, әрі өте дәмді ыстық тамақ түрі французша ет, яғни мясо по-французски дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен тартылған етке менде сиыр еті, дәміне қарай тұз және қара бұрыш қосып араластырамыз. Кейін картопты жұқалап тураймыз, немесе мен осындай үккіштің арнайы түрін қолданып өткізетін боламын. Кейін пияз бен қызанақты да алдын ала турап аламыз. Пісіретін осындай формамыздың астыңғы бөлігіне сұйық май жағамыз. Менде бұл форманың өлшемі 29-21 см. Келесіде картопты бір келкілеп, шамамен 2 қабаттап формамызға қойып шығамыз. Үстіне сәл тұз бен қара бұрыш себеміз. Келесі кезекте тартылған етті саламыз. Тартылған еттің үстіне осылайша пиязды салып шығамыз. Пияздың үстінен 3-4 ас қасық майонез жағамыз. Соңына қарай үстіне қызанақты бір келкілеп қойып шығамыз. Форманың үстін толықтай фольгамен жауып, 200 градуста қызып тұрған пеште шамамен 1 сағат пісіреміз. Бір сағат өткен соң пештен шығарып, үстіне үккіштен өткізілген ірімшікті сеуіп, тағы да пешке шамамен 10 минутқа саламыз. Дәл осылай өте аз уақытта әрі жылдам дайындалатын біздің французша ет дайын болды. Кейбір нұсқаларында етін ең астыңғы бөлігіне салу ұсынылады, бірақ маған дәл осы нұсқасы ұнайды. Өте ерекше дәмді болып шығады, өзіңізге де жақындарыңызға да ұнайды деген сенімдемін. Міндетті түрде дайындауға кеңес беремін. Рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпіл басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта өте көп қызықты әрі жеңіл рецепттер күтіңіздер. Сіздермен болған Төлеуқұл Айзат. Баршаңызға сәттілік.